Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін котлет пісіреміз. Бұл котлет өте дәмді, жұмсақ болып келеді. Оны мына кітаптағы рецепт бойынша кулинарный рецепті дейді. Осы кітаптан аламыз. Мына жерде котлеты и битки дейді. Бізге керегі 500 грамм ет, фарш. Турауға болады, немесе ет тартқыштан өткіземіз. Нан 125 грамм, сухари жарты стақан, және сүт ол стақанның 4-тен 3 бөлігі. Яғни где-то 190-200 мл. 2 ас қасық май. Жұмыртқа қоспаймыз. Міне бізде 500 грамм ет тұр. Міне су 200 мл, міне нан 125 грамм. Оны осы суға салып қоямыз. Бұл нанды негізі ет тартқыштан сразу тоже өткізіп алса жақсы етке бірге. Және тұз бен бұрышты өзіңіз дәміне қарай саласыз. Майды 2 ас қасық сармай болса сармай қосыңыз. Мен мынандай өсімдік майын құя саламын. Жалпы болған котлетқа фарш алғанда сондай майлы керек жоқ, себебі котлетті жарты етіп пісірганда ол майға ішіндегі ыдысқа ағып кетеді. Немесе котлетті бұны пароваркада, мантоваркада пісірсе болады, тоже жақсы болады. Нанды алдын ала суға салып, жібітіп қоямыз. Мынандай жұмсақтарын, мякотін алған дұрыс, мына шетін алмай қойыңыздар. Жұмсағын алу керек нанның. Сарымсақ қоспаймыз, және жұмыртқа қоспаймыз. Енді осы фаршқа жаңағы нанды қосамыз, бүкіл суымен. Қалай бар солай жақсылап араластырамыз. Нанды 100 граммды алуға болады. Мен бірақ осы рецептте қалай жасалады, 125, сонда солай алам. Сонда котлетіміз кішкене жұмсақ болады, қатты болып, нығыз болып тұрмайды, және көп те болмайды. Кәдімгі нан илегендей осылай араластырамыз. Одан кейін бұл фаршты міне былайынан соғып отыру керек. Сонда бұның арасына, бұлай соққанда арасына оттегі кіреді, кислород. Жұмсақ және воздушный болады котлетамыз. Ары қарата мына фарштан котлет жасаймыз. Асханаларда котлетті бөлек-бөлек жасап тұрмайды, қолмен алады да осылай. Бұлай бірінші бәрін дізіп алады, порциялап. Штук шықты. Сонымен енді котлеттің бәрін бұлайды қолмен домалатып шықтым. Біреуінің салмағы 84-85 грамм болып шықты. Міне, осымен міне котлетіміз дайын. Енді оны пісіратын кезде сухарьға аунатып аламыз. Менде панировочный сухари, аз ғана қапты, өзім қолдан жасағам, немесе магазинде дайын сатылып алады, аударасыз. Жоқ болса, енді оңға да аунатып жасай беруге болады. Жасаудың ең оңай жолы алған дайындап алғанда былай осы ішіне саласыз, аунатасыз. Аунатып аласыз, кішкене былай басасыз. Осыдан оңай жолы жоқ. Осылай енді пісіре бересіздер. Сонымен міне май қызып жатыр. Бірінші қатты отта пісірам. Жалпы котлетті жарып етуге 10 минут кетеді. Ар жақ бер жағын 5 минуттан жарып етеміз. Бірінші жағын қатты отта жарып етеміз 5 минуттай. Одан кейін екінші жағын ауыстырғанда азайтамыз отты. Орта сағатқа қойып, бетін қақпақпен жабамыз. Енді отты азайтамыз. Бетін жабамыз. Жаңа піскен котлеті. Оны екіге бөлеміз. Котлеттің іші осындай сұр болу керек. Егер де арасында қызыл болса, ол піспаған деген сөз. Егер тіптен піспай жатса, парға қоюға болады, мантоварка, немесе микроволновкада бір айналдырып шықса да пісіп кетеді. Котлетке фаршты мясорубкадан 2 рет өткізген жақсы.
Пысқанбыз, бағанның ортасын салып, егер де қан шығып жатса, ол дәл пысқан жоқ дейді, мен оны қан ешқандай шықпайды. Яғни котлетіміз пісті. Котлетіміз дайын. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.